Сол түскі жұмыстан берілмей. Кеш жұмыс істеп бара жатып тал түсін құрсын кеш батқан ба не болып кетті? Күн ашылып келе жатыр ма? Күн ашылып келе жатыр екен ғой, ебә. Соны есте болып қойып. Опа. Кеше видео монтаж алып келгенде ебә кеш ұйықтап түндерін. Бұл тез болды қосып қаптық, өшір құрсын. Қызық кетті ба. Мониторы үш нормально. Нормально. Айтпақшы мен видеомды қосыптым. Хейбәрмен сәлем деп бот. Не болған? Не? Кетіппен ғой кеше мебелі бергенде. Қақы қойытырым, мәскатын. Мана шетін қойып. Хейбәрмен сәлем достар. Сіздермен болған аян кезет. Біз бүгінгі видеода алдағы ғұмыр жалғастырып мен енді ютубқа оралдым. Енді көптеген видео түсіруге тырысамын. Ал кеттік. Ебай, короче, бір звондағым ба? Ой, мер звондап тұғын. Бүткіл жітел қала кетіп қабет. Мерді кетіп баған. Қыдыртуға жітел деп мен бармайын деген екен. Өзім ақпар алам, анамына деп айтқан едім. Мияқтан бір-екі нан жесақ, ашақ аса қатты қардың аш емес енді. Отырақ. Тәтті менің. Сқаққа кіректі мияқтан бастығымды. Мияқтан қаппағымды олайын. Мияқтан жемші кеттік. Шыққан мерді звондамасам огород істеп ойын сосын звондайын. Кім жасаған аған ебаны? Ана магазинде өздері жасап отыр. Өздері кетіп баған ғой дейм. Мамамның өзбектер 25 миллионға жасап баған. Деп жасап береді. Онда мен өзімнің огородым не дейін. Мектепте қалпағым бар екен ғой. Қалпағым кие қойын. Күн өткізіп кимесін. Қазып көрінден. Достар, короче. Айтпақшыдай достар, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Огород жинап тастайық енді. Тазалайды мен огородтар жинап. Короче, бүткіл огородтағы шетелдердің огородтарын жинап, солардікін сатшы ебілемізбен. Өздері мағын қалдырып бұсы бір не үргілік. Сосын пайда көрмейін ба, достар? Сон пайда көріп кішкене үйге мебелдер алуға ақшам жетпей қалған. Онша көп мебел алғызбаған едім. Өйткені үйге 25 миллион кетті. Қалып солай болды. Огород кездескен сығына кімнен кімнен орысыз жүрмесін ауылға деп. Достар, енді мен сіздерге айтарым, енді осы каналымды бір 100 подписчикке жеткізсеңіздер, достар. Оған мен кінәлімін, өйткені көп видео түсірмегендіктен, содан кейін сол үшін де подписчик миллионы кетті. Қазіргі 76 подписчик, ары кетсе 24 подписчик қосылатын болса, онда біз 100 подписчикке жететін боламыз. Достар, сіздерге өтінішім, мені 100 подписчикке жеткізсеңіздер. Мен де енді аса мықты ютубер де емеспін, ютуберге де кірген жоқпын. Видео түсіріп жүрген балам деп айтқанда болады. Сол үшін де достар, енді еңбегімді бағалып, алдын уақытын сіздер құртып жатырмын. Сол үшін де маған тікелей лайк басып, қолдауларыңызды тілеймін. Солай.
Ең тезірек көретін жіне содан кейін ана өздіктер нақ кетіп қалды екен. Еба аяқтамай құры жерді алып кетті ғой меніңше. Еба сол орындарында болсам өзін жасап ақшасын алып кредитін төлеп тастайтын едім ше. Еба сол помнить деген жинап кел деген. Помнить жинап мына үйім қатты дәума деп қоямын, кішігірім салу керек. Не болушы домшы кішігірім үй сондай салған жақсы дейінші. Қонақтар деп қалса немесе қасыма тағы бір ютуб түсіретін балалар деп қалса енді тұратын дегенде сонда оларды үй салу керек дегендей. Бұны қатып болды күйчер сендерге беретіндігім жоқ. Осыға харам не болшы барам лопата күрек келсе жүрек қыдырмай кетіңдер. Çörek tepemi tutamagan bu derdini ötürü kalkıyor. Kıtırşı derdini getiren kişi vardır. Kedeyi bilmeyeyim işte. Maşallah. Şerken ananı mağan salgızıp ben soğan bir kreditlerini yapmasam etmesin mi? Bana bir kredit kaldım mı? Bunun arendası var deyince o. Soğan. Gel. Сондай деген ой болса сіз туыңызға кәдімгідей ақшадан құтылам. Кечен тұрсаңыз өлтірсіңдер еттіңдер қарқарам. Ой шошқаларды тыңып сендер иттер жеңіп жүрсіңдер ме? Айтпақшы деймін мыналарға айтып берейін. Çok neyle koymayayım. Ben Berna neyle koyup squat'tan. Neyle squat'ın? Ne yaptım? Koyuyor kadından bana şöyle sürekli sorular var. Ne yapayım bu koyuyorsun vay? Manyak kartuşku. Almanda tabiiy dərmin öspegin va apçı öspegin kılçımet dost balamnıkı sürüp bes almalı jolda işimiz ketip talaşık bir yüzde küt başıp kalmakımızı cinayet merkezonun айтпақ мияқта екінші этажы бар мияқпен шықпаса боласыз. Біз мияқта балкон бұрын балкон қайылдық шыққандықтың жасалған әлі. Ол жақта асып көшеге секілді болды ол жақта. Нөмір 705 117 91 82. Қазір гудок барып жатыр. Алды. Мир ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мен бағана жылатып едім алмадым ғой. Ой, ұйықтап қалыппын мен кешірен. Жарайды. Короче, сен ана бияға магазин бар еді ғой, соны жасайсайшы, мен саған қазір креатив алып берем, ана әдемі жіберем саған. Ойыңыз? Иә, солай короче. Сосын жалақысы мұны жасап беретін болсаң, онда мен саған 15 миллиондай айжа қоямын. 15 миллион емес, көп болып кетеді. Онда 10 миллиондай берем. Жарайды, одан сау болыңыз. Сау бол. 10 миллион берем. Онда достар менің кішкене жатып тұрайын ана адебин творческий бергенше мен енді CSGO ойнап дегенде ғой достар енді сол кезде видеоны жалғастыратын боламын. Ебать оят оттық ес эмоция бар сіздермен. Өтешір құрсауым. Мына колонкалар кім әкеп қойған? Толтыр қойды ғой. Бүктір ғой деймін. Кеш деп атып кетті. Onu kışın
Короче, домалап кеткем, айналып кеткем. Вот, беріп наконец-то онымен кетіп барып үй жасайын. Ішін жасамай айтсам, ішін жасаудым жоқ мен. Өзбекте өздері жасайды ғой ішін жасай алмаймын. Творческий берді 1 миллионымды аламын. Полға мен осы полда ойнаған деймін ғой осылар ғой. И детский табекшіні свет ашық. И терезе. Төбесін әрине осымен жабамыз. Шештерін саламыз. Мен дизайн болса болып тұр енді достар енді. Бұзып қайтадан жасау керек болса онда әдемірек жасайтын едім. Жарайды достар. Жасай берейік. Біздің ауылда детский магазин жоқ негізі. Мерзкіде тұрып негізі. Осыған дейін магазин құрмет қойып арбуз алма сондай сатады. Енді мынау нормальный маркет болмаса да болады. Мен қазақ емес. Міне терезе орнатпай қою керек. Дизайнды қисық қақпағын ой өзбектер қоғамға сырлап түпке жөнеді ғой өзбектер. Терезе қоймаймын. Қойды. Мен әдеміліп не қойсақ. Әдемі көрініпті достаршы, короче, солсын енді. Сағылатқан енді үндемесен кешірме тұр енді. Айтатын сөзде жоқ, дымда жоқ та жоқ дегенде көрерші. Короче, мен достар енді түскен ақшаға енді кредит 5 миллионға бұны сағылатын. Соны сартыстатан, онда 5 миллионна бір дески бір машина алмайын ба я? Бесен, короче, енді Алматыға да енді басқа да жерлерге барасың енді видео түсіру үшін дегендей. Сөйде астымызға машина ерейік дегендей ғой. Сөздің ашық беріп сондай болып тұру керек. Кездік. Олай енді адам құлап кетпеу үшін әдемілік үшін. Бірақ бай пулдарын потолоктарын сапыстыр енді. Құратпы достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен айтқан бір этаж кәзір салайын, ақша болғанда 2 этаж қылдырып бұзғызып маркет сияқты салам деп böyle айтқан енді. Ол жағынан білмеймін. Мен 2 этаж болғанда болмаса бәрібір ше. Ауыл тұрғындарына бәрібір өйткені бізге нормальный беріп, короче, магазин. Енді маркет болмаса да дегенде ғой, короче.
жөндөдүк. Бирок аны азыр жөндөмөйм экен азыр. Убактым жок дегендей калаа барып келем го дейм. Такси тапчы азыр кайтымды бир 5 000 теңгедей бар энди жолго жетет деген ойдамын. Миллион теңгеси 10 миллион теңгеси калатын болсо машина алып келем деген ой болгон эле. Бир Mercedes BMW албайм, состояниеси жакшы эмес. Toyota көбүнесе BMW менен Toyota унутасың. Мерседестин состояниеси жакшы болсо мүнөзүң энди баарынан жоңунан баары жакшы дейм деп коеюн короче. Тағы да айта кетейин достор, енді арнамызға лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді мен сіздерге сенемін, енді сіздер мені 100 емес, даже миллион емес, миллиардқа дейін жеткізе алырсыздар. Енді сіздердің қолдауларыңызбен енді солай ғой. Прайникет кат. Өзбектер әдемілеп салады. Негізі мен емес. Өзбектер әдемілеп салады. Өзбектер қыпан ғой дейм. Ақша салып болсын. Достар давай ішін жасап берейік енді. Мен по-любому маған кетеді ішін. Сол үшін де қазір жасап кетеді салайық. Бірінші сағат календар енді адамдар қызық болсын, әрине телевизоры бұны енді мына қоям деген ой болып тұр. Мына ойды қой. Енді мына қызық. Жақын сағат. Сағат мияқта болсын. Мына телевизор мияқта сағат. Енді мына жерге календар қойып қояйық енді. Енді біз отыратын орын бұл магазин еді ғой. Ұмытып кетіп жатырмын айтайын. Кофе қайын дедім. Бақ мерде ұрысуым мүмкін енді. Нақсақ бөйдің әшін деп. Кейін сәндік берін дейін қатқағын болып тұра ма деген жауы. Қояқ. Телевизор өте жаңа темір қояқтай. Телевизорды мұны жақсы. Тамағын қояқта. Мен шетіне тұрдым. Азақ көрей жоқ. Мұны шетіне өте жақсы. Міне жап-жақ әбеден болып қалды достар. Енді достар осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Арнама тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.